Ya сонымен бауырым, қай жердің тумасы болдың? Күн шуағы көп түсетін шырайлы. Болды. Тек ыстамын дей салсай бір ауыздан. Сол шырайлы шымғалаңыздағы жылы орныңызды тастап, не үшін кеттіңіз? Бір орында отыра беруден ішім пысып кетті ағасы. Осында келіп бір жұмыс жасап қайтайын дедім ойым ғой. Ұлтыңыз өзбек болды ғой, Жоқ, бойында қазақтың қаны бар, көшпенділердің қаны бар қазақ болғандықтан бір орында тұрақтай алмадым. Қарашы, адамның іші бауырына кіріп майдала сөйлейсіңдер, Биыл Қазақстанда Өзбекстанның жылы болатын білесің ба? Солай ма? Білмей қалдыңыз ба? Жатыр едім жайлауда, пішен шауып ай, шай көйлегім су болды. Жаңбыр жауып ай, кішкентайдан бір көскен, аяу құрбым ай, сенсіз қалай енді мен жүре аламын. Ауылдарыңызда қанша өзбек бар? Нормаль. Нормально болғанда қанша? Орташа біреу екеу үшеу. Сонымен дәрігерлік оқуды қанша жыл оқыдыңыз? 17 жыл дегенде зорға бітірдім аға. Ой. Сен онда қазір академик шығарсың? Жоқ, ғалым, доктор ма? Жоқ, жай ғана врачпын. 7 жылда бітіретін оқуды мен әр 2 жыл сайын 3 жыл академийский алып кете бердім. Ақамыз әр 2 жыл кіріп шығып жүріп 17 жылда зорға бітірдім ағажан. 17 жыл оқығаныңызға қарағанда менен 1-2 жас қана кіші болдыңыз ғой. Не істеп жатырсың? Таяғы бетім жырады ғой, шығып тұр қара. Клиптағыдай романтичный жағайын деген ғой. Клипта таяқ жоқ балымыздағы жақпай ма? Бізде бар осы ғой ауылда. Айтпақшы қалсар, үйдегілерге үйленемін деп айтып қойдым мен. Құтты болсын. Кімге? Саған? Мен әкем әлі тұрмысқа беретін ой жоқ. Оның үстіне мен әлі жаспын. Ой, жаспын деп енді қартайғанда бірақ шықпайтын шығарсың. Ойшылдар айтқан екен, мақсатыңа жету үшін кез келген нәрсені істе деп. Қандай ойшылдар айтып жүр оны? Құттыбай ата ғой. Мен мақсатыма жету үшін сен әкең қарсы болса, мен сені тіпті алып қашам. Сен мені алып қашсаң не болатынын білесің ба? Не болады? Иә, депутат мырза. Амансыз ба? Ой, аманбыз, кәсіпкер мырза. Өзіңіз қалайсыз? Я аттерлетіп қайдан жүрсіз? Сол, әкімдікке жұмысқа тұруға келдім негізі. Онда келген дұрыс болды дәге. Қаужың ғой. Сен алайын деп тұрған әкімдікте жоқ, неге сөздің ішіне керек бар ғой. Түріне қарасаң сен бір маман специалист емес, андай бір көмек сұрауға келген адам сияқтысың ғой. Так, летчик аға. Ең болмаса 1-2 фазасын айналдырып тұратын қосып қояйық, мақұл ма? Неге? Шешікті айналдырып тұратын қояйық та. Әйтсе салып қалып масқара болармыз. Ешқандай да фаза қалдырма. Маған ақша төлемейтін болса болды. Бол. Бұл неге? Олай болмайды ғой. 5 саусақ жүр ауызға тыға бермесеңші сізде. Керек болса сенің де саусағын тығыз берем мен. Маған ақша түссе болды. Летчик аға. Ассалаумалейкум. Екеуіңіз осы жерде екенсіздер ғой. Аманжол аға екеуіңіз іздеп жүр. Жай ма? Білмеймін, настроениесі жоқ. Ашуланып отыр. Айттым ғой сізге мен. Осыдай болдым. Мен қайда екенімді айттым ба? Осы жақта деп айттым ба? Жоқ, айтқан жоқ. Дұрыс болған екен. Мынаны бітірмедің ғой, ай. Мамыреке, қандақсыз? Яқшымысыз? Ақуалы, хаммас, ішілер яқшы ма? Жұмыс сол, баяғы укол салатын жамбас. Просто иелері бөлек болады екен, Өнеқа болады. Ой, Мамыреке, бұл жер зор екен да. Ой, адамлар hem зор екен. Ей, Бақадыр, ана
Аманжол қандай адам өзі бұлай движениеге деген сияқты. Yaxshi kisi. Men bildir bonyaсын solib berganman aka. Біраз идеялар бар еді. Соны жүзеге асырсақ па деген былай болады ма? Bo'ladi aka. Bo'lmaydi degan narsa bo'lmaydi, bo'ladi. Ал онда былай жасайық. Qanaqa? Жүке. Шымкентский бар ғой? Дәрігер ма? Иә. Қандай адам деп ойлайсыз? Сен ше? Түріне қарасаң, бір левей жасайтын адам сияқты. Байқа. Ауылдың бәрін өтірік ауруға жібермесін. Дәрі әкеп сатады екен ғой? Иә? Танымадым. Жоқ, айта берсеңші. Кім? Жаңағы мамыр ғой. Иә? Аға, сізде де, бізде де бала-шаға бар дегендей, менде бір идея бар. Мына жерден бір дәріхана ашсам, сізге де көмегім тиіп қалар еді. Халықтың бәрі ыңғайлы. Әйтпесе салпақтап бәрі таксимен ауданға кетіп жатыр. Жақсы идея екен, а? Ойланайық. Не дейді? Сол идея сенің басыңа нақып келмеді осы. Қандай? Дәріхана ашам дейді. Шымкентский шустрый деген рас екен ғой, Әй, біз осы бірдеңе істейік десек, жаныңа жоғалтмайсың ғой? Тұра тұршы. Не болды ал? Мен ана летчикпен ораз шақырып қойдым. Екеуіне мамырды тексеріңдер деп тапсырма беремін. Әйтпесем бір ғой, ол бұны ауылды сатып алуы мүмкін. Летчикпен оразың артынан аңды деген көне қайтып тұрсың ба? Қойшай, мен көндірем оны. Ой, сен одан да Асланды артынан аңдытпайды. Бұл үлкен жұмыс. Кеттім. Армани, осы қандай бизнеске ақша салсам болады екен, айтшы? Осы сендер тұрғанда ауылда нормальный бір тірлік бастап кетейік та? Енді ол жағын мен қатты білмеймін да, бизнес жағын делен. Мен енді естуімше бір жерден 3 точка ашу керек қой. Шаштарас, аяқ киім жөндейтін жер, және киім тігетін жер. Сөйтіп ана акция жүргізесің ғой. Шаштарыңызды алдырсаңыз, аяқ киімізді тегін тігіп береміз деген сияқты. Сөйтіп халық арасында жарнама болып кетеді да ол. Сонда сен маған тиын тебенге қарап отыр деп тұрсың ба? Сен маған ірі темалар айтсай? Ойбай, кереметсіңдер, бірден ірі темалар керек сендерге. Кішкентайдан бастау керек қой, кішкентайдан. Біле білсін, үлкен заправкалардың иелері кезінде канистрлап литрмен сатқан бензинді, білесің ба? Қойш? Қазір білмеймін. Алло? Я ертең білем ғой мен, Жақсы. Зелен. Ертең мен халық алдында есепті кездесуім екен ғой, отчет. Қойш. Не істесем екен? Бонжур, де мадам, де месье. Қалайсыңдар? Жақсы, менің құрметті әріптестерім. Менің қырандарым. Сендер болмасаңдар мен не істер едім? Сендерсіз мен кіммін? Айтпақшы, жақында өзімнің жеке сольный концертімді бергелі жатырмын. Соған дайындалып жатырмын. Дайындық. Мәке, біз сонда сіз үшін кімбіз, Мәке? Біз деген сізді ұстазымыз деп жүрміз ғой, Мәке! Ұстаз болмай кетің, Маэстро! Қоше! Қастыш? Сольный концертіміз. Ай, сен, жұмыстан кейін қайда барасың? Үйге? Үйде кім бар? Ешкім жоқ. Кешкі сағат 9-дан кейін қайда барасың? Күзетші, әбжанды көрім. 7-ші арнадан. Сосын? Сосын бір ертек оқимын да ұйықтаймын. Жүкен, сол сотқы шығып жатам да, не істеймін басқа? Еш жаққа бармайсың ба? Жоқ. Точно ма?
Иә? Сіз қайда барасыз? Не жұмысың бар қайда баратында? Осының бәрі сен кесімнен осы. Тыныш жүрмейсің ба, өлдің бақшадан. Маған несіне айқайлап атсың? Маған үйреткен өздерің ғой. Әйтті ауылда тып-тыныш жүрген бала ем. Жиямай енді. Көп болса отырғызады да. Уайымдамаңыз, үйіңізге өзім көмектесіп тұрам. Жағың қасқыр. Байқа, өзіңе көмек керек беріп жүрмесін. Жүр бол. Арман, сен бастық болғалы берім, әкімдікке маған жол ашылды ғой, ә? Осы жерден бала кезде талай өтіп жүрдім да. Ішіне кіру арман тұғын. Әкімдік деп шулатқаны болмаса, бұлай простой екен, ә? Не ғой, Қарыш, осы маған кабинеттің дизайнның арман өзін істеш десе бар ғой. Қатырып тұрып істеледім бар ғой. Иә? Одан кейінше неге дайындалып жүрсің? Кеше бермейін ашып. Жақында анау халықпен есептік кездесу болады да. Соған дайындалып жатырмын. Енді соған бола енді сен миыңды ашытпаса енді. Ана бір-екі сұрақтарды алдын ала дайындалып алса, сәғат оқып. Қойш. Не үшін шақырдым? Мен ба? Бірінші мына ғой бастаған. Левіз жасайық деп. Үйімде шықпай қойды ғой. Ой, аферист ой. Мақымның еркек болып мойныма алайын. Левин жасауым жасадық. Бірақ бірінші идея тастаған сен ғой? Тоқтаңдар. Бала секілді бір-біріңе сен деп тұрыңдар, екеуің жасадыңдар ма? Енді бірге көресіңдер, бірге тартасыңдар. Бұдан құтылу үшін не істеу керек? Не істеу керек? Мамырдың қабылдауына бару керек. Мамырың мұны айтып тұрған? Ой, ауылға жаңадан келген врач, дәрігер. Бұлай істейсіңдер. Өтірік ауырасыңдар ма, жоқ, басқа ұсыныстармен барасыңдар ма? Пара беру керек. Жалпы әйтеуір, сол мамырдың қандай адам екенін білу керек қой. Офаңай қол? Ұзбандап біле саламыз қандай адам екен? Жармес. Сонда мен парақор едім деп айта салады деп атсың ба? Ей, аккуратно жасау керек, білдірмей. Маңдар. Ей, анаған бер. Деймін. Сені қайтпайды, қараш. Бұл жұмыс ақымыз ба осы? Мамырға қойған қақпа. Болды, түсіндім. Кеттік. Мәкеңдікі қызық болды ғой, көңіл күйдің бәрін банкрот қып, Соны, дұрыс болмады. Алло? Иә. Жарайды. Бол, конечно. Кім? Арман ғой. Халықпен кездесу өткізейін деп жатыр ғой. Соған ертерек келіңдер, алдын ала сұрақтарын дайындап қоямын деді ғой. Баяғыда мектепте комиссия келеді десе, мұғалімдер есептік жауабын өздері бізге беріп қояды. Арман, тұрсын ғой. Жігіттер, Арманға барып, поддержка беріп келейік. Оның үстіне мен ана әкімдіктің аурасын кішкене бойыма сіңіре берейін. Ертерек жұғысты болсын да? Жұғысты болсын. Мен де үйрене берейінші соны бар. Жүріңдер онда. Ой, қызым. Жаным, асылым, алтыным. Не істеп отырсың? Үндесіп жатырмын. Дұрыс. Сосын не істейсің? Тамақ жасаймын. Дұрыс. Одан кейін не істейсің? Қой соям. Қалжың ғой. Әке, олай сұрамаушы едіңіз ғой. Тыныштық па? Жай, істей бер. Жұмысын істей бер. Бөлінгенді бөрі жеттейді. Жігіттермен бірге берсеңші концертті. Жоқ. Не істеймін олармен? Бөлісіп. Еғылам олар. Одан да бүкіл кассаны өзім алмайым ба? Сен сондай адамсың ба, не?
қойшы. Маған үйленуге ақша керек. Жақсы білесің. Иә, ол да бар. Бұйырса, концертті жанды дауыста берем. Иә, даусың керемет қой. Өзіңе қалып шығасың бүкіл концертті. Аманжол. Ана бүлдіргендегі менің баламның учаскесіндегі фундаментті бұз деп жатыр екенсіңдер. Иә? Тыныштық па? Әлде менде ақша көп дейсіңдер ме? Ой, Базеке, мәселе бұлай. Негізі үй өзінің қоршауынан 2 метр алыста болу керек. Ол менің жеке емес жерім емес пе? Қалай қайтып соғам үйде, ол менің жұмысым. Тыңдасаңшы, білесіз, мемлекеттік стандарт деген бар. Біз сол қағидаға бағына отырып үй салуымыз керек. Енді бәлесінен аулақ, бір төтенше жағдай болып қалса, өрт сөндірушілер, жедел жәрдем мына үйіңізге еркін кіріп шығуына ыңғайлы болу керек қой ма? Түсініңіз бе, Базеке? Сонымен рұқсат бермеймін де. Иә? Бүгін халыққа есеп беру жиналысында сұрақтарға қалай жауап бергенді көрерміз. Мен мына өздерің қол қойып берген қағазды ала келемін. Қандай қағаз? Өзім қол қойған дейді. Айтпақшы, бүгін мен есеп береді екен ғой. Қағаздарын реттейін. Қағаздарымның бәрін жинақтайын. Справка жазып беріңізші. Сол үшін қалаға барып келу керек көп тұр. Сөйтіп сылтаумен кетсең жұмыстан жібермейді мен. Қойыңыз, өйтіп ауру шақырмаңыз. Справка жазып бере салу сізге онжық емес. Мүмкін ақша предлагать етсем ше? Қанша? 100 мың берсеңіз де бұныңызды аламаймын. Дәрігерлер пара алды деген не ол? Медсестралар келген жоқ. Қазір олар келгенше системаңызды өзім салып берем, жүріңіз. Жатыңыз. Жоқ, мен шерім ауырып жатқан жоқ мен. Жат деймін. Керек жоқ. Давай онда мен де бір-екі сұрақ тығып жіберейін онда. Сөйтші Қайраш. Онда көгеттерді шақырайық. Оларды шақырып қойдың. Еще өсек шатпелерді ма? Мүмкін әкімдер де келетін шығар. Бәрі болуы мүмкін, Қайраш, бәрі болуы мүмкін. Ой, сен де бір премьер-министр келе жатқандай қолбау жып тұрсың ғой. Иә, Елен, толқып тұрмын. Толқып тұрсаң бір 100 грамм парча бермедің ба? Не ол? Қой, ондай болмайды бізге, жынды ма? Болмай ма не? Болмайды. Қалай болады екен, Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады. Боранбайым, сен бұлақшы қазір бар ғой, маған керемет, әдемі сұрақ қойшы. Неше жасыңызда үйлендіңіз? Ой, ондай емес, өндіріс туралы. Мысалы, алмабақтан қанша өнім алдыңыз? Келесі жылғы жоспарларыңыз қандай? Алмабақтан қанша өнім алдыңыздар? Мен саған бұны қазір қой деп тұрған жоқпын. Ой, сен бұны ішке кіргенде жиналыста қой бұны. Қазір қоя салайыншы, жиналысты ұмытып қаламын мен. Қайшы. Аманжолға мен де барайыншы бір. Адамдар ұқсап бір жиналысқа қатысып, сіздің осы сұрақты қойып, орынбасарыңыз ретінде бір. Қалшай, мен ана машинада күтсін. Аманжолға, мен де кіргім кеп тұра, барайыншы. Тоқта! Көтер қолыңды! Қимылдасаң атып тастаймын. Қимылдамайын, тек ата көрмеңіз. Ой, біздің көшеде не қылып жүрсің сен? Көршіңіз бол ғой. Ой, сен сияқты көршіні көрген емес мен. Қимылдама орыннан. Мен қазір барам. Шаман келмесе маған айтпайсың ба? Мына мен түр тұрған кезде үйреніп ал. Қалай нағылу керек екен. Тұр осында. Көрек. Қыздар, мен дүкенде сатушы болсам, күшті
бір жұмыс жасайтын сияқтымын қыздар. Света. Қыздар-ай, мына менімен жақсы отношениеде болсаңдар, бәрі болады. Любой жұмысқа қыздармен сендерді тырысам алуға. Света, мені балабақшаға тәрбиеші қылып орналастыршы. Ойбай. Сен балабақшада тәрбиеші болсам, сенің тобыңдағы балалардың аузынан бар ғой, көпіріп жүретін шығар. Ләззат, жақсы орналаспай қойдың. Света, онан мені почтаға орналастыршы. Ойбай. Ей, жұрттың хатын сол күнделікті оқып жүрмекшісің ғой, е? Ләззат, не? Оқисың сен. Қазір ешкім почтаға хат жібермейді. Неге? Қазір штраф төлеу үшін, посылка алу үшін барады, біле берсең. Дым білмейсің сен. Қыздар, мен ойланайын. Света, сен танысың ғой, орналастыршы біреуіне. Света поста. Қысқасы, жігіттер қазір мен дайындап қойған сұрақтарды қойсыңдар ғой, а? Болды. Сәл толқып тұрмын. Ішіңнен сүйегің ғана толқып тұрған шығар, бірақ сыртынан көрініп жатқан жоқ анау. Сәлден кейін ана толқыныстар бүйтіп сыртынан волна болып келмесе болды ғой. Күлмеңдерші, күлмеңдерші. Қазір 100 адам 100 түрлі сұрақ қояды маған. Енді 100 сұрақтан 80 жинап шықсаң, 5 қой. Тест туралы айтқан ғой негізі. Болды, қалжың ғой, біліп тұрмын. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, меймандар, біздің ауданымыздың тұрғындары. Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Есепке кезек берейік. 2018 жылдың бірінші жартысында Біздің көшенің асфальты жөнделей ме жоқ па? Хат жазып жүргенімізге біраз болды. Ешқандай өзгеріс жоқ. Әлде сендерге міндетті түрде журналистерді шақырту керек па? Сен не үндемей отырсың? Кеше ғана өзің айттың ғой. кешіріңіз, сіздің тұрып жатқан көшеңізде ИЖС-қа арналған 18-ші линия ғой, әлі құрылыс жұмыстары бітпеген. Әрбір үй, әрбір участок әлі сол жұмыстарды жүргізіп жатыр. Ол көшен бойында краз өтеді, КамАЗ өтеді, неше түрлі құрылыс материалдарын тасиды. Біздің жаңа төсеген асфальттың бәрін сағыздай шайнап тастайды. Әзірше тегіс істеу жұмыстарын жасаймыз. Барлық құрылыс жұмыстары біткеннен кейін судай жаңа әп-әдемі асфальт салып қоямыз сіздерге. Қазақстан Республикасының азаматы өзіне тиесілі жер учаскесін қайдан алса болады? Ол үшін кем дегенде 5 жыл Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Сосын арнайы құжаттармен халыққа қызмет көрсету орталығына барып кезекке тұру керек. 5 жылдың 5-е өтті ғой, сонда 5 участок алам ба? Туылғалы пропискада осы жақтан ғой. Құрметті Қайырғали Малдыбаев, 100 жыл тұрғын болсаңыз да, сіз арнайы құжаттарды жинап, жер комитетіне тапсыруыңыз керек. Ешкім алақанға салып, жер телімін алып келмейді сізге. Одан кейін 7-20-25 деген қазір өте жақсы бағдарлама бар, соны қарастырсаңыз болады. Ауылым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарым. Пенсияны қашан көтересің? Ақсақал, бұл енді үлкен мәселе, республика көлемінде қарастырылатын мәселе. Егер де ол менің құзырлығымда болатын болса, сіздің зейнетақыңызды қазір 4 есеге көбейтетін едім. Не ғой, өзіңіз қанша айлық аласыз? Бұл ақпарат біздің интернет желісіндегі сайтта көрсетілген, кімнің қандай жалақы алатыны. Одан кейін біз жыл сайын декларация тапсырамыз, сонда қарасаңыз болады. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қалайсың, жерлес? Мен де Шымкенттемін. Негізі Кентаудамын. Мен мұнда келгенме біраз болды. Почти местныймын ғой. Сауданың бәрін не екенін бұларға үйреткен мен. Әйтпесе олар бар ғой, бір-біріне тегін беріп жүрген ғой. Бәжеп дереу ауыз біршілікті құрттым десеңізші. Түсінбедім. Жоқ, мен өз өзім. Сізді Шымкенттен екенін мен бірден таныдым. Қайдан? Балықшыны алыстан таниды деген. Қармағыңызды салып қойып, шалқып жүрген шығарсыз ауылда. Қармағың не? Мен торт тастап тастағам. Сетевой маркет. Көрдің ба? Ана ауданнан не келеді ғой, жаңа әкімшілікке тексеру. Сонда ана әкімнің ауыздарынан мен пачкілеп тығам ғой.
Аманжолдың жүрегі ауырып қоймасын деп. Базар жоқ көке, базар. Базар не? Базар баяғыда жоқ. Супермаркет, сетевой маркет. Көрдің ба? Менде бар ғой, 200 мың доллар бар. Шықпайды қойма. Айтпесе білесің ғой, бәрі сұрай береді. Берші, қарыз береді точно. Былай қылайық. Давай, бірлесіп жұмыс жасайық. Чөп-пачам бүгін бәрін мен білемін. Мен местныйым ғой. Местный емес, түптамырым, Шымкенттен жүз ғой. Сонда жаңағы, ида, қош ет. Бәріңе де ескертіп қояйын. Біздің үйге біреуің жақындайтын болсаңдар, атып тастайын. Оң бағай. Тоса! Біздің көшеде не қылıyorsun, а? Қимылдасаң атып тастайын оң бағай. Тоқта, атам, тоқта! Мынау істемейме немене біле, а? Ойбай! Мынаны денеңе тигізіп өре екен ғой. Білім саласына қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Өте жақсы сұрақ. Қазір Бүлдірген ауылына ұлттық университеттің бітіруші түлекші қыздары келді. Иә. Оларға салынуға тиісті тұрғын үйлер сапалы, әрі уақытында бітті. Бағадыр, мына үйді ертерек бітіру керек етті. Ой, ака, объектінен өзлері кеш берді де. Өзі әкімдіктен үй беретін болса сөйтеді бұлар. Шынаққа дей. Солзап жүреді. Бір анан қолы керек, бір мынан қолы керек. Я, солай, мінекей. Я. Биыл алма бағыңыздан қаншалықты өнім алдыңыз аулаңыздағы? Сосын ол жиналған алманы қайда жұмсайым деген бір жоспарыңыз бар? Я? 2 жәшік алма алдық. Бірінші жәшігін қаладағы қызбен ұлға жіберді. Екінші жәшігін жаңа жылда өзіміз жейміз деп жатырмыз. Болды ма? Кешіріңіз, иә. Айналайын тұрғындар, ағайындар, сұрақтарыңызды нақты ауылға байланыстырып қойыңыздар. Әкім мырза, ал мына құжаттарға не дейсіз? Бүлдірген ауылының әкімінің орынбасары бұдан 1 жыл бұрын осы учаскенің үй салатын проектісіне үй салуға болады деп қол қойып берген болатын. Аманжол Жоламанұлы, қуаныштымын. Біз сол заңға қайшы проектіге қол қойған үшін орынбасар жігітті де, пара ұсынғандарыңыз үшін сіздерді сотқа береміз. Болды ма? Давлениеңіз орныңызға түсті ма? Боссыз онда. Сотта жолығамыз, немесе фундаментті бұзыңыз. Осымен кездесу аяқталды. Сау болыңыздар. Сен Шымкенттен болғаннан кейін жаның ашып тұр. Түсінесің ба? Давай, мен мына медпункттің алдына авожын ашып қояйын. Менің ипіммен договор қойды, арендасын саған беріп тұрам. Мен сені, сен мені танымадың десейші. Менің де ойымда бар еді сол жерден ашып қою. Онда мен дәріхана ашайын. 50-50 ашайық. Онда авашын өтті, 50-50 қылайық. Келістік па? Ашайық. Ай, жарайсың, жерлесім. Жігіттер, бүлдіргенге барайық. Чоп-чоп қандай движение жасауға болады, қай жерден көп ақша түседі, соның бәрін зерттейік барып, е? Қой, сен кәдімгі Билл Гейтс болып кетсің ғой. 90 миллиард доллар болмаса да, хотя бы 9 миллион теңге бар ғой, шүкір. Сенде 9 миллион теңге бар ма не? Е? Ё-моё, ана ақшамен қаладан ауылға, ауылдан қалаға алып сатып жүріп ақшаға батып қалуға болады. Несіне ойланып жатсың, Делен? Не істеуге болады? Менде идея деген толып жатыр ғой қабымен. Осыған бірдеңе істетейікші. Мынаны бар ғой, диірменге тастасаң,
екі қабынмен шығатын жігіт қой. Келен давай бір движение жасайық, брат. Қой, біз кеттіге болашақ олигархтар. Кейін байып атсаңда шопырғы баласыңдар ғой, ә? Конечно. Қайрош, өтініш, мен не дейші? Мен көк тұлпарыма бір тыныштық беріңдер, ше, әрқайсың айдай бермей. Жөнде бай деймін. Боп деп, бермесе жылауық деп шығасыңдар, ше. Дилем, брат, машина берші маған. Отвечай, ертең байып кетсем қайтарам, брат. Қалай болады екен ол? Қалай болғанда күшті болады, ары бері таксимен шығып кетеді, сол ақшамыз ертең. Братан, машинам болса басатын емді. Қатты басатын болсын алып бермеймін мен. Жоқ, машинам басатын емді отқан жоқпын. Ішіне жүкті басып алып, движениені басатын емді отқаным ғой. Өзің машинаға қақта сен атқан, нормальный машинаң барады ғой. СТО-да тұр ғой. Ой, сол, бұзылып қалды ма не? Кеттік. Не болды? Болмады. Неге? Нормальный жігіт екен. Жаңалден осы маған менен бірдеңе үйленіп ал деп атқан сияқтың. Үйленбей қойшы. Анауың қызық адам екен ол. Бюрократқа ант бердім дей ма бірдеңе деп атыр ғой. Бюрократың де сенің? Гиппократ дейді, Негізі жас жігіт екен. Сенілге болады. Бірақ ана былай да көрдік, сынбай қойды. Жарайды, көрерміз. Ана жаңадан келген мұғалімдерге арнаған үйді бітірдіңдер ма? Сәлақ қалды, нандек қалды. Бұлай қаласы бір рет хоп десек бітейін деп тұр ғой. Осыда бітпей қалсыш, шеттерінен қырам. Кете берейік па? Жаңа ақшам қайда менің? Не мынау? Қалған 8 мың қайда? Ойбай, нарадан шығып таксимен бардық қой. Сосын кейін ауруханаға барғаннан кейін бақила дей ма бірдеңе кимесең кіргізбейді екен ғой, сатып алмасаң. Бір остановка сендер таксимен бардыңдар ма? Енді қандай адам екен, тез біліп келіңдер дегеннен кейін таксимен бардық қой, тезсіз. Şu адамгершіліктерің жоқ қойсыңдар ма? Кетіңдер бар. Сендер әлі жүрсіңдер ме, тас салып бұздырып? Ертең таңертең тапсыру керек мынаны. Әкім қырат шетімізден. Ақыр үлгер алмаймыз Ораз аға. Өзіміз шетімізден қырыла берейік, әкім дәуре қылмайық. Қойыңи, шынақа деді ме? Паспортымды берейік, қайта берейік, әке. Ілтімас. Кете берейін, не айналайын? Сонда сендер не бітірем деген ойда жоқ па сендерде? Айттырым ғой, үлгер алмаймыз. Үлгер алмайға үлгересіңдер. Таңертеңге дейін бітіп тапсыру керек. Жол ғой, тасып әл. Мен сендер ішкі жұмысын істеп атыр екен деп жүрсем? Солай. Бітіреміз дегендер ген сендерді. Үлгереміз. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Жарайсың. Мәке. Мәкең не сенің? Ой, кешіріңізші, әке. Сіз неге ұлмекен әпкеге үйлене алмайсыз осы? Оның бір себептері бар. Не, әлде қалың мал көп па? Қалың мал көп па? Ол да бар. Онда бүйтейік, әке. Мен сіздердің топтарыңызға қосылайын. Сіздермен бірге тойға шығайын. Сосын қалың мал төлеп сізді үйлендіріп жіберейік. Артынша сосын мені үйлендіресіз ғой сіз, Сенің политикаң мықты ғой, Енді Мәкеңнің баласы емессің ба? Тағы қандай проблемаларыңыз бар, әке? Ойбай. Бірге шешіп тастайық. Кәусар, мен жақсы көресің ба? Қалай жақсы көрем? Көзім жабық емес пе? Той, сүйесің ба дегенім ғой. Қалай сүйем? Бетің таппаймын ғой. Ой, жарайды, жүрші, отыр. Байқа, ақырын, бай. Отыр. Сәл солға, жүр. Сәл алдыға. Бот. Аша бер. Мәссаған,
Аслан, мен сен дәл осындай романтик деп ойламаппын. Қандай күшті. Бірақ мынаны ешкім көрген жоқ қой. Құрбыларым да көрген жоқ. Мүмкін әкем шақырар? Оңаш. Кәусар, саған айта алмай жүрген біраз нәрсем бар еді. Екеуміз кездесіп жүргенімізге 1 жылдан астам уақыт өтті. Мен сені ең алғаш көргенімде бірден ұнатып қалдым. Уақыт өте келе осылай ғашық болам деп ойламадым. Сенің жасың 19-да, жассың әлі. Мен болсам университетті бітірдім. Арамыз енді біраз жас болса да, махаббат жасқа қарамайды ғой. Сондықтан да Кәусар, маған тұрмысқа шығасың ба? Атаңның басы тұрмысқа шығады. Тоқта! Әлі қашып құтыла алмайсың. Оңбаған істеп жүрген түрлігін көрдің бе? Қызымның көзін тас қылып байлап, алдап әкелген жерін көрдің бе? Бағы менің плантацияның ішіне. Оңбаған. Не ішіп жүрсіңдер менде? Не бұл қызыма ойналайын? Саған бөтен әңгіме айтқан жоқ па тиісіп? Оңбаған. Көрсете маған әлі. Жақсы жасапты бірақ. Сен барып, үйге бар қазір, үйге бар. Шешемді шақыр. Кесін осы жерге. Сен үйде қал, кеме. Бар. Мынаның бәрін қаяқтан тауып алған, Кешегіні ақсаңдап жүреді. Жүгіріп кетті ғой. Мәкенідікі дұрыс болмады. Не анау? Қартайған шағында. Или дүниеге қызық кеткен ба? Маэстроның намысына тиетін сөздер айтып тастайық. Әлі ұрамыз ба? Бір есін жинап қалсын, а? Есін шашып жинай бер оның. Уже есіктерінің есігі кеңейіп кетті оның. Болмайды ғой. Санасына берсін да. Жас емес қой. Кесе кесін, кемесе қойсын. Ұрмаймыз жігіттер. Керек емес. Болды ғой, осы уақытқа дейін келдік қой. Мен концертті жаңадан келген жігіттермен бірге беретін болдым. Сендер не дауыстарың жоқ, не түрлерің жоқ, дайындыққа уақыттарың жоқ. Әбден жұлдыз ұстап алғансыңдар. Ой, Мәке, әлі дым істемесек, қайдағы жұлдыз ұстаған? Сөздің қысқасы, сендер боссыңдар. Боссыңдар. Айттым мен сендерге, соның күшік кезінде атып сол керек сол екен. Кастинг болып отқаныңызды айттым ба? Өзімізге конкурент таңдап отырмыз деп. Қайрош? Қалайсың Алтынай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Арманды көрген жоқсың ба? Арман ана бүгін ауылға қыздар келеді ғой. Универ бітірген, мұғалім қыздар. Соларға салынған үйді көруге кетті. Как всегда, сол қыздардың армандарын орындап жүр десеңші, Мемлекеттік тапсырманы орындап жүр арманың. Қыз десе болды, қызғана салған несі? Айттың ғой, қыздарды көруге кеткен жоқ, қыздарға салынған үйді көруге кетті деп. Болды, барлығы түсінікті. Неге бір нәрсе болса, осы арманды жақтай шығасың? Жоқ, енді ол үнемі прав болып тұрады енді. Жігіт болған соң жігіт ретінде түсініп тұрам да. Әсіресе сен миын жеп тұрған кезде. Солай ма? Солай. Сау бол, Қайрош. Сау бол. Мынау үй әлі бітпеген ғой, Аманжолға. Үйдің бітпей тұрсан-ау. Мына патшағарлардың жатысы мынау. Мына қарсы бәші. Дүниесі түгел адам ғой мынау. Бір патша ғой жатысы, Оу, ханием.
Tamağınız dайым болды. Тамақ жеп алып қайтып ұйықтасаңызшы, қанем. Мазаны бар баршы. Тұрдырай! Оңбағандар! Хайуандар! Кешіріңіз. Не? Сіздер келетіндеріңіз білмей қалдық. Білмей қалып. Білгендегі істеген тірлік мынау ма? Үшеуіңді жұмыстан шығарам. Қуам үшеуің. Aka, жұмыстан шығара деген болсаңыз, мен кете берей. Тұры? Кім саған кете берді? Өткенде мынандай қалды деп едің. Мынандайда ми жоқ қой сендерде. Тауықтың миындай ми жоқ. Бүгін ана Алматыдан мұғалім қыздары келеді. Біз сіздерге әбден сеніп едік. Мен мынаған сенгем ғой мен. Мен мыналарға сенгем ғой. Енді не істейміз Аманжол аға? Былай істейміз. Сендер ана бір бөлмені жақсылап тазалаңдар. Ішін әктеп қойыңдар. Терезенің сыртына күрең қағыңдар. Үйіңдегі кілемнің бәрін алып келіңдер дағы. Едеге төсеңдер. Қаяқтан есік табатын білмейм, бір есік тауып қақтысыңдар ана жерге. Ал енді Арманжан енді бізге бөтен емессің ғой. Ана келген қыздарды ауыл таныстырып, аралатып. Ана қараңғы түскенше ұстай тұрайық. Сосын қараңғы түскеннен кейін келтіріп жайғастырамыз. Білмей қалады енді. Болды аға? Сөйтейікші. Немеге қарайсың? Бастығыма қарап, тәмсәндеп тұрғаным ғой. Сүйкімдісіз ғой аға. Не істесеңіз де әдемі істейсіз. Сол сізден қарап үйреніп жатқаным ғой. Ұстазы мықтының, ұстам мықты дейді ғой. Сіздей ұстаз барына ырзамын. Мендей шәкіртте арман жоқ шығар аға. Ал сен сияқты нашар шәкірт болса ше? Шәкірт нашар болмайтын шығар енді. Тұрған жеріңді бір ұрып, екінші аяғын сындырайын ба? Оңбаған. Саған сені әңгіме айтып жүрмін ғой мен. Оңбаған. Істеп жүрген тілдерін. Өзім сый салам бара беріңіз. Alma, жейсің бә, пішкен алма, жейсің бә. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Уалейкум ассалам балам. Күштетіп ашып қойыпсыз ғой кәдімде. Әрине. Жатпайсыздар осы дер осы. Нешеден болып отыр бағалар? Мысалға мынау алма 100 теңгеден. Мәз. Мынау 150-ден. Жақсы. Қарбызың 500-ден. Ана помидорың 700-ден. Саудан өлдіресіздер осы. Ай, ана аман жолы келе жатыр. Ай, былай қыл. Мынаның өзін тігі деп айт. Жарай ма? Мен кедер. Кеттім. Мынау не? Кім рұқсат берген мыналарға сатуға? Ой, аға, витаминдер ғой. Науқастар келіп ала береді де, соған сатып отыр. Мынаның бәрі көзін құртты. 3-ке дейін салайын қазір. Ой, аға, үшіңіз аз ғой. 100-ге дейін санасаңыз. Өр жақта ма? Сен мен әзілдесіп тұрсың ба? Кешіріңіз. Маэстро қайда? Ансамбль қайда? Не істеп жүрсің сен мынада? Ой, аға, қолымды оратуға келгем, сізді көрді де қашып кетті ғой. Кімдікі мынау? Летчиктікі де. Мынау летчик сатып жатыр ма? Иә, летчик сатып жатыр. Қаншадан? Алма 250-ден, алмұрт 500-ден, помидор 1000-дан, қарбыз 900-ден. Ona қарашы, салық төлемейді, көрдің ба? Мен налоговыйға айтып қоймаса болмайды мен. Ой, не қыласа, налог деп. Летчик аға сізге былай тегін береді ғой. Сен былай қылай. Әр қайсына 3 килограмм салып қой, пакетке, жеке-жеке. Сөйтті ана летчик шақырып көрді. Болды. Ішіне салып. Уайымдамаңыз. Бәрі жеке-жеке ғой. Тек күнде әр қайсыдан бір 3 килограммнан салып беріп тұрсын дейді, бұл. Атаңның басы берем оған мен. Ай, осы сен сатушы болып істейсің ба? Жоқ аға, біз өзімізге маэстро жетіп отырмаңыз.